Қайырлы күн балалар, қалдарың қалай? Көңіл күйлерің қалай? Сендерге біздің мейірімді күн сәлем жолдап жатыр. Балалар, қараңдаршы, бізге хат келіпті. Бұл хатта не бар екен? Кәне, бірге ашып көрейік. Балалар, біз хатты аштық. Бұл хатта бізге арналған жұмбақтар бар екен. Кәне, ол жұмбақтарды шешіп көрейік. Кішкентай ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Ол не балалар? Әрине ол қой. Келесі жұмбағымызды көрейік. Өзі бір қу, жүрген жері айқай-шу. Ол не? Дұрыстап ойланыңдар. Әрине ол түлкі. Тікірейіп құлағы менен бұрын тұрады. Бойын жазып керіліп, беті қолын жуады. Ол не? Мұқият ойланайық. Дұрыс, ол мысық. Балалар, мен сендерге суретшінің қатесін тап деген дидактикалық ойынды ұсынамын. Балалар, бір суретші жануарлар жайлы сурет салыпты. Алайда ол суретте қателер бар екен. Сол қателерді біздің ақылды балақайлар табатын болады. Мына суретке назар салайықшы. Суретші нені дұрыс салмапты? Жануарлардың азықтарын дұрыс салмаған. Балапанға қарайықшы. Ол сәбіз жей ме? Жоқ. Сәбізді кім жейді? Дұрыс, қоян жейді. Ал қоянның алдына балықты салыпты. Балықты бұл жерде қай жануар жеу керек? Ойланыңдаршы. Әрине, мысық жейді. Тағы қандай қателіктерді көріп тұрсыңдар? Мысықтың алдындағы жаңғақты суретші тиынның алдына салу керек болған. Тиынның алдындағы құртты кім жейді? Тамаша, әрине балапан жейді. Ал енді мына суретке назар салайық. Бұнда не дұрыс емес? Доңыз ұядағы балаларына ұшып келе жатыр. Бұлай болуы мүмкін бе? Жоқ, мүмкін емес. Ұяда тек құстар мекендейді. Мына әдемі суретке қарайықшы. Қандай қателіктер бар? Ойландыңдар ма? Бәрекелді, әрине доңызды тиынның ініне салып қойыпты. Доңыз інде мекендемейді. Жарайсыңдар балалар, сендер ақылды екенсіңдер. Сендер жұмбақтарды да дұрыс шештіңдер. Суретшінің қателіктерін де бірден таптыңдар.